Сәлем құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода оңай арықтауға болатын және қарындағы денедегі майларды ыдыратуға арналған керемет әдіспен бөлісетін боламын. Мен өзім жақында пайдаланып бастадым. Нәтижесі болса және бөлісе жатамын. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып және қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ол үшін бізге бір бокал айран 200 мл көлемінде, осы айранымыздың үстіне 2/5 болса да болады, үйдікі болса да болады, оның үстіне ұнтақталған корица. Бұл дәмдеуіштер сататын жерде болады. Содан бір шай қасығын салып, жақсылап араластырып аласыздар. Корица, осы жерде корица майды ыдыратушы өнімдердің бірі. Өте тамаша көмектеседі дейді. Өзім бұйырса, нәтижесі жақында болып жатса, сіздермен және бөлісетін боламын. Видеоларды жіберіп алмаңыз. Алда тағы да осындай майды ыдыратуға арналған видеоларды шығарамын. Өйткені өзіме пайдаланып бастадым. Және лимонның шырыны, бір ас қасықта жаңа сығылған лимон шырынын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұны кешкі тамақ орнына пайдаланып жүрмін мен. Ал сіздер жатар алдында 20 минут алдын пайдалансаңыздар да болады. Иншалла нәтижесі жақсы болады деп сенемін. Келесі видеоларымда осы арықтауға қатысты және майларды ыдыратуға арналған әдістер болып табылады. Сондықтан каналға міндетті түрде жазылып, қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, ол видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Келесі видеода кездескенше достар, мені жоғалтып алмаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.